Егер сіз орамжапырақтың қаншалықты пайдалы екенін әлі білмесеңіз, онда таң қалатыныңыз сөзсіз. Бала кезіңізден таныс бұл көкөніс құрамында барлық дерлік дәрумендер, тіпті асқазан жарасына ем болатын ерекше дәрумен, фитонцидтер, ферменттер және минералдар да бар. Орамжапырақ ежелгі Египетте өсіріле бастады. Ол кезде орамжапырақ ауқатты адамдарға арналған тағам ретінде белгілі болған және тәтті тағам ретінде ұсынылған. Қазіргі заманда ас үйдегі басты көкөніс болып табылады. Одан төмен калориялы дәрумендік салаттар жасайды. Оны бұқтырады, қайнатады, ашытады және қайнатпамен тұнбалар дайындайды. Орамжапырақтың әр түрінің өзіне тән пайдалы қасиеттері болады. Брокколи қатерлі ісіктің алдын алуға көмектесетін құнды өсімдік. Бұл орамжапырақ өзінің қабынуға қарсы және антиоксидантты қасиеттерімен танымал. Құрамында жүрек-тамыр жүйесі ауруларына көмектесетін омега-3 май қышқылдары бар. Брокколидің талшықтары асқазан мен 12 елі ішектің жарасының пайда болуына әсер ететін хеликобактериялардан шырышты қабықты қорғайды екен. Түрлі түсті орамжапырақ диеталық деп саналады. Оның құрамында С дәруменінің рекордты концентрациясы бар. Ағза оны оңай сіңіреді және қорытады. Брюссель орамжапырағын жүрек-қан тамырлары аурулары бар науқастардың рационында жиі кездестіруге болады. Жасыл жапырақты орамжапырақ минералды тұздарға, калийге, кальций мен темірге бай. Өзіндік дәмге ие теңіз орамжапырақтарының құрамында йод, фосфор және натрий бар. Ол йод жетіспейтін қала тұрғындарының мәзірінде міндетті түрде болуы керек. Біздің елде ақ орамжапырақты сүйіп жейді. Оны кез келген көкөніс дүкенінен табуға болады. Оның бағасы қолжетімді және тағам дайындауда танымал. Орамжапырақ аз калориялы өнім. 100 грамм көкөністе бар болғаны 28 калория болады. Орамжапырақтың ағзаға қаншалықты пайдалы екенін адамдар көп біле бермейді. Ал оның пайдасы өте көп. Ол ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етеді. Зат алмасуды ынталандырады, ағзаны тазартады, токсиндер, қалдықтар, холестеринді шығарады. Ағзадағы С дәруменінің жетіспеушілігін анықтау қиынға соқпайды. Тез шаршау, үнемі суық тию, тәбеттің жоғалуы және ұйқыдан оянғаннан кейін қайтадан ұйықтағысы келу осы маңызды дәруменнің жетіспеушілігінің көрсеткіштері болып табылады. Адамдар үшін С дәруменінің негізгі көзі өсімдік тағамдары. Бар жоғы 100 грамм жасаң немесе ашытылған ақ орамжапырақ 69 миллиграмм С дәруменін береді екен. Күнде осы дәмді көкөніс қосылған тағамдарды тұтыну арқылы сіз С дәруменінің қажетті мөлшерін ала аласыз. Жасаң орамжапырақтың жапырағы жұмсақ тіндердің көгеруі, буындағы уақытша ауырсыну, кеудедегі сүттің тоқырауы кезінде көмектеседі. Дәрілік мақсатта қолдану үшін орамжапырақ жапырағын жақсылап жуып, оның шырынын шығару үшін бірнеше рет оқтаумен жүргізіп, немесе пресс астына қойыңыз. Содан кейін сығылған орамжапырақ жапырағын қабынған жерге басу керек. Ұзақ уақыт бойы әсер ету үшін жапырақты таза шүберекпен жауып, байлап, түнге қойып қойыңыз. Жапон ғалымдарының айтуынша, орамжапырақтың бойында К дәрумені көп мөлшерде болады екен. К дәрумені қан түйіршіктерінің қызметін күшейтеді. Яғни жарақат алғанда қан тоқтатуға, жараның тез жазылуына әсер ететін дәрумен болып табылады. Орамжапырақтың тағы бір қасиеті
қан айналымы мен жүрек соғысын жақсартады, жүрек ауруларының алдын алады. Құрамындағы фосфор, магний мен калий сынды минералдар жүрекке өте пайдалы болып табылады. Сондай-ақ орамжапырақтың жапырақтың құрамында кальций мол болады. Ол ағзаның құрылыс материалы болып саналады. Түс пен сүйекті қатайтады.